Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры жұмсақ болатын пицца дайындаймыз. Менің каналымдағы пайдалы рецептерді жоғалтып алмау үшін тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге керек заттар: ұн, жылы сүт, жылы су, шекер, тұз, май, ашытқы керек болады. Ең алдымен табамызға жылы сүтті, жылы суды, шекерді, тұзды, 2 шай қасық ашытқыны салып, артынан ұнды азырақ салып араластырамыз. Араластырып отырып, сұйық майымызды құйып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Иленген қамырдың бетін жауып, 1 сағатты ашытып аламыз. Ашыған қамырды табадан түсіріп, 3 бөлікке бөліп, бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Көтерілген қамырды листке салып, қолымыздың көмегімен жайып шығамыз. Жайылған қамырдың үстіне қызанақтан жасалған соусты құйып, біркелкі етіп жайып аламыз. Жайылған қамырдың үстіне теркадан өткізілген сырды жайып, үстіне колбасаларымызды қойып шығамыз. Осымен біздің қамыры жұмсақ пиццамыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.